болып жатқан Мұхтар Шаханов ағамыздың соңғы сапарға шығарып салу Алматы қаласы және опера және балет театры Абай атындағы сол жерде соңғы сапарға шығарып салу рәсімі болып жатыр. Халық ел жаманшылығы, тіл жаманшылығы, бір жолда бір туатын ақиық ақынымыз Мұхтар Шаханов бұл дүниеден озды. Лек-легімен келіп жатқан қала тұрғындары, қонақтар. Біз шыққан тау шындық тауы, барлық таудан биік тау. Айтып қойған. Аха. Жоқ. Қазырлар бізбілік арасындағы сәсіған термеге. Жоқ, қазырлар бізбілік өзі үшін жоғалтып алды. Алып бермесе алып термеге. Сондай болады. Burasına ünlü kapıda kolunu Erabay Erabay da koyar. Bir çapraz onu al. Nereye diyeyim ben? Düğümde durmaz mı? Sırlar mı? Қоштасу сәті әлі жүріп жатыр. Соңғы сапарына шығарып салуға келген азаматтар. Театр залы лық толы, адам әлі де келіп жатыр. Бетін жай қойып Әбілдің мәртебін шығарып салғанда бетін шықтырды, өткенде айланып өттік қой.
Есіңде ме? Бұл Мен 11 жерге тұрсам, мен мұқтаж шағамды ұстазына келген ғой, кеш айтқан. Ұстаз 11-де енді жерлеу рәсімі Түркістан қаласында болады. Жиырма күні. Бүгін Алматы қаласы тұрғындары, Алматы қазақтың зиялылары келіп соңғы сапарға шығарып салып жатыр. Қонақтары да бар Алматы қаласында. Сол Түркістанда жерлейтін болды ғой, Түркістан. Çıkmıyor mu? Сыртқа шығып кету или кетті ме? Жауып сәт. Мен қазір мұқтаж Нұридин шақырайын, бос па? Орын жоқ. Нұридин. Нұридин. Ана. Не болды? Нұридин. Опера театрында жанында кім қойылды? Опера театрында. Мынау төрде отырғандар кімдер? Шыққаннан кейін мен төрде отырған балдар кімдер? жастар саясатының балалары. Біздер неге енді бар ана сахнадан бір айналып келмейді болмайды ма? Болады. Олар қоштасып. Қоштасып. Анандай шындық белгі енді бар я жоқ. Нұреке қалай? Орынды беріп қоймаңыздаршы, бола ма? Келеміз қазір. Үш адам. Кішкене ағайға жақындап қойды. Нұреке қалайсыз? Костюмдарды шешіп қалдырып кету керек. Ne kadar ötüşüyorsun? Ama başka bir şey. Мынжақ өтпейді. Мынжақ өт. Баяғы өте бер. Қоштасу рәсімі әлі жалғасып жатыр. Мұхтар Шақанов. Мына жерге өте сал. Аға, жер қазір бос емес, үш адам ана. Жарайды.
Өttü mana şu. Gözünüz mü de? Ya orada gel. Buna orada düş adam bana. Ya özür mü? Bana bir satıyor diyor. Шындыққа бір қадам жақындадым. Я Алла. Şimdi de tып-тыныш үндемей барып өтіп кеттіңдер. Шындықта ол шындық биігі. Мұсташа халықтың соңғы қоштасу рәсімі. Mine koştasu resmi жалғастырып жатыр. Koştasu resmi әлі жалғастырып жатыр, жалғасып жатыр деймін. Келіп жатқан адамдар бар әлі. Шындық биігіне ұрпақтарын табыла берсін. Сол сендер түсіріп бара жатсам жүріп кетіп қалғаныңдар ғой сендер. Мен кезіп кетіп алмаймын. Жоқ, артынан сені түсіріп келді. Сендер білмеймін, сендер ана жерде білмейсің. Артындар да кетіп қалдыңдар. Қазір мен видеомды қарап. Сендер шыққаннан кейін көресіңдер. Амин. Иә. Sürüp ardından yapmışlar. Sonra niye gitti ardından gidip cevabı öldüm diyemem. Turşanam kaçtan öldü mü? Ahmet bana Turşa olsa uçman geldi. Birinci yolda arasında. Sen baratsın abi. Ne kadar? Ya. Kadar olsun. Benim kadar da ısınmış. Ülkesi yoksunlar o ülkede ülkelersin. Qanday degan balasi. Qanday balasi.
Лайктарыңызды қоя отырыңыздар. Қоштасу рәсімі әлі жалғасуда. Есіктерді жапты. Енді спикер. Мынау депутаттар. Қоштасу рәсіміне келген. Қазақтың бұлағының көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халық жазушысы, еңбек ері Мұхтар Шахановтың соңғы сапарға шығуға арналған рәсіміне келіп тұрмыз. Паралы жиынды ашық деп жариялады. Мұхтар Шахан 1942 жылы 2 шілдеде Шымкент облысының Отырар ауданынан дүниеге келіп, сол жерде өсіп жетілген. Мұхтар Шахан
біздің руханиятымыздың ең үлкен тұлғаларының бірі еді. Ол осы Алматы деген ғажайып қалада өзінің Мұхтар екенін, Мұхтар Шахан екенін жұрттың бәрінен дәлелдеген. Өзінің алғашқы жырларын лениншіл жаста жариялап, Танакөз деген поэмасы 2 нөмірі. Содан бері біздің Мұхтар ағамыз қазақтың Мұхтары болып келе жатқан. Сексеуілді дала жатты, секем қалып өдіріп. Шахановты айтқан кезде оның өмірбаянын тізбектеп айтып жатудың қажеті жоқ. Өйткені оны қазақтың бәрі біледі. Бірақ бір нәрсені айтуымыз керек. Мұхтар Шаханов қазақ деген халықта не керек болса, руханиятына не керек болса, жан дүниесіне не керек болса, бүкіл болмысына не керек болса, болашағына не керек болса, соның бәрін айтып кеткен. Ол Махамбеттен кейінгі шындықты айтады. Ахмет бет жүзіне қарамай айтады. Ол анау Арал теңізінің кезіндегі еңбегі, желтоқсан кезіндегі еңбегі, одан кейінгі тілге деген сіңірген еңбегі. Осы Алматыда қазақтың тілі екі тіл болып кетейін деп тұрған. Шерхан Мұртаза, Әбіш Кекілбаевпен бірге қосылып, өзіміздің тілімізді сақтап қалғандар. Мұхтар Шахан. Мұхаммедті бүгін сондай жүрегіміз солқ етіп тұрып, қимай тұрып, қоштасуға мәжбүрміз. Мына бірінші сөзді Қазақстан парламент сенатының төрағасы, мемлекеттік қайраткер Мәулен Әшімбаевқа берді. Құрметті қауым, біз бүгін аса көрнекті ақын, халық жазушысы, Қазақстанның еңбек ері Мұхтар Шахановты соңғы сапарға шығарып салу үшін жинап тұрмыз. Мұхтар ағамыздың қазасына байланысты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жеделхат жолдап, отбасы мен жақындарына көңіл айтқан еді. Алдымен президентіміздің көңіл айту жеделхатын оқып беруге рұқсат етіңіздер. Халық жазушысы Қазақстанның еңбек ері Мұхтар Шахановтың отбасы мен жақын туыстарына. Бұл перзенті аса көрнекті ақын, белгілі қоғам қайраткері, Қазақстан еңбек ері Мұхтар Шахановтың дүниеден өтуіне байланысты ауыр қайғыларыңызға ортақтасып көңіл. Мұхтар Шаханов бар ғибратты ғұмырын қастерлі сөз өнеріне арнап, қазақ поэзиясын жаңа белеске көтерген, төл әдебиетіміз бен мәдениетіміздің көк жиегін кеңейтуге елеулі үлес қосқан қоғамымыздың тұғырлы тұлғасы еді. Әрқашан тіл жанашыр ретінде игілікті істердің бастауында болды. Шығармалары көптеген шет тілдеріне тәржімаланды, жалынды жырларын қалың оқырман сүйіп оқыды. Өнегелі өмір сүріп, соңына мол әдеби мұра қалдырған Мұхтар Шахановтың жарқын бейнесі халқымыздың жадында мәңгі сақталады. Иманы саламат, жаны жәннатта болсын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Құрметті қауым, Мұхтар ағамыздың қайтыс болуына байланысты көңілімізді білдіру үшін, осы қоштасу рәсіміне қатысу үшін президентіміздің тапсырмасымен бір топ
азаматтар астанадан арнайы ұшып келді. Шын мәнінде бұл қайғы баршамыздың қабырғамызды қайыстырған ауыр hadise болды. Біз де ағамыздың отбасына, жақындарына және барша қазақ еліне қайғыра білдіреміз. Жалпы Мұхтар Шаханов дегенде ең алдымен еске қазақтың асқақ болмысы, ұлттық рухы және қайсар мінезі түседі. Өйткені ағамыз сөзімен де, ісімен де ұлттың намысын қайраған бірегей тұлға еді. Мұхан өлең арқылы халықтың жүрегіне жол тапты. Қайталанбас жырларымен қазақ поэзиясына тың серпін әкелді. Сөз өнерінің шебері, терең ойлы, биік рухты ақын атанды. Шахановтың шығармашылығы тек көркем дүниелер жиынтығы емес, тұтас бір дәуірдің рухани айнасы болды деп айтуға болады. Бұл поэзияға азаматтық үн, өршіл рух, ұлттық намысты дарыта білді. Расымен әрбір ақынның әрбір өлеңі оқырманды ойландырмай қоймайды. Оның жырларында азаматтық құндылықтар, ар-ождан, әділет, махаббат терең астасы жатыр. Сондықтан Мұхтар Шаханов қазақ поэзиясының мазмұнын байытып, оның қоғамдық салмағын арттырған қаламгер атанды. Ол сөз арқылы ұлттың рухын көтеріп, санасына серпіліс әкелді. Мұхтар Шаханов қаламгерлік пен қайраткерлікті қатар ұстаған тұлға ретінде де ел жадында мәңгі сақталады. Ол қай кезінде де әділеттіліктің туын көтеріп, ұлт мүддесін қорғаудан тайынған жоқ. Кеңестік кезеңнің өзінде адал тағдырына араша түсуі ағамыздың айрым азаматтық ұстанымын көрсетті. Бұл Мұхтар ағамыз болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілікті терең сезіне білгенін айшықтайды. Ұлттың ең өзекті мәселелердің бірі тіл тағдырына келгенде де Мұхтар Шаханов әрдайым алдыңғы шеппен көрінді. Қазақ тілінің мәртебесін көтеру жолында табандылық танытып, ана тіліміздің абыройын арттыруға өлшеусіз үлес қосты. Мұхан бұл мәселесі сынға түскен сәттің бәрінде тайсалмай елдің сөзін сөйлей білді. Бұған желтоқсан оқиғасының ақ қарасын анықтау жолындағы азаматтық ерлігі айқын дәлел. Ағамыздың ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға, оның ішінде Наурыз мейрамының қайтадан халықтық сипат алуына да қосқан үлесі зор. Мұхтар Шаханов мемлекеттік қызметте де абырой биігінен көрінді. Тәуелсіз Қазақстанның бауырлас Қырғыз еліндегі тұңғыш елшісі қызметін атқарды. Осы кезінде ағайын екі халықтың мәдени рухани тұрғыда бұрынғыдан да жақындай түсуіне көп еңбек сіңірді. Қырғыз зиялылармен, оның ішінде Шыңғыс Айтматовпен жақын дос, сырлас, жолдас болды. Жоғары кеңестің және парламенттің депутаты ретінде де ұлттық парламентаризмді дамыту жолында айқын қолтаңбасын қалдырды. Қайраткердің ұлтқа сіңірген еңбегі мемлекет тарапынан жоғары бағасын алды. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың шешімімен Қазақстанның еңбек ері атанып, отан орденімен және басқа да наградалармен марапатталды. Мұхтар ағамыздың қайсар
мінезі, жоғары парасат пайымы, ғибратты ғұмыры жастар үшін қашан да үлгі. Оның шығармалары азаматтық үні, қайраткерлік болмысы әр буын үшін өнеге болып қалатыны сөзсіз. Қадірлі ағайын, орны толмас ауыр қазаға байланысты баршамызға тағы қайғырып айтамыз. Алла ағамыздың жолдасы, иманы жолдас, жаны жәннатта болсын. Ағамыздың жарқын бейнесі қашанда біздің жүрегімізде сақталады. Рахмет, Мөлдір Салатхан. Президентімізбен қатар премьер-министр Олжас Бектеновтің, премьер-министрдің орынбасары Аида ғалымқызы Балаеваның көңіл айтулары бар. Балаева біздің ортамызда тұр қазір. Жалпы қоғам дүниеден өтті дегенді естігенде бүкіл жамылды, аза тұтты. Бүкіл Қазақстанның облыстарының бәрінен қазір осында делегация келіп отыр. Көңіл айтулар келіп жатыр. Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Әзірбайжаннан, Тәжікстаннан, Ресейден мұхаңа арнайы көңіл айтулар келіп жатыр. Жаңа айтылып кетті, мұхаң қай салада жұмыс істеген тек қана қазақ үшін өмір сүрді. Қазақтың жүрегі тоқтағанша қазақтан өткен бір адам болса, бір ақын болса, Мұхтар Шаханов. Ол мына 2000-ші жылдары көршілес туысқан Қырғыз еліне Қазақстанның елшісі болып барды. Сол кезде Қырғыз бен Қазақстанның арасындағы мәдени байланысты өте ерекше қалыпқа түсірді. Қаншама біздің өнер адамдары, ақын жазушылар Қырғызстанға барды. Қырғызстандан бізге қаншама ақын жазушылар, өнер адамдары келді. Соның бәріне біздің мұхаңның еңбегі бар еді. Бүгін Қырғызстаннан арнайы делегация келіп отыр. Қырғыз Республикасы президенттік кеңесшісі, жазушы Шолпанбек Абықаев бастап келіп отыр. Оның қасында Марат Тағаев, Қырғызстан саясаты министрінің орынбасары, Қанибек Иманалиев, Қырғызстан жазушылар одағының төрағасы, Асан Жақшылықов, Қырғызстан Республикасының ел жазушысы, Қожегелдин Күлтегин, Қырғыз Республикасының халық ақыны, Райымжан Құрбанов, Республикалық Қырғыз қоғамының президенті, Өмірбек Телебаев, ақын журналист. Осындай арнайы делегация біздің мұхаңды қадірлеп, мұхаңды жоқтап келіп отыр. Қазір сөзімізді Қырғыз Республикасының президенттік кеңесші, жазушы Шолпанбек Абықаевқа бергіміз келіп отыр. Саламатсыздар ма, ағайын қоғамдар, Орыс қазақ елі ағамның радиясында президент Александр Нұрғалиевтен көңіл айтусын оқу маған тапсырылғанымда соны сіздерге оқып қоюға рұқсат беріңіздер. Ардақтылы Қасым-Жомарт Кемелұлы, қадірлі қазақ ағайындар, қазақтың Қырғыз ел ақыны белгілі мемлекеттік жана қоғамдық ишмер, Қазақстанның Қырғызстандағы тұңғыш елшісі Чыңгыз Айтматовтың жана мүлде Қырғыз елінің досы Мұхтар Шаханов күйіне салды деген суық хабарды өте қайғылы менен қабыл алдым. Мұхтар аға олдош қазақтың елі емес, қалдайған Қырғыз еліндегі халық арасы аянар болса эле. Демек Қырғыз жұртшылығындағы бір асқан тоғысынан дағы бір рухани таянышын ажырап, бір қаптары еңшейліп жүрегі қарап тұрған ұшыры. Мұндай залқар инсандың кербес жайға кетішін елімізде білмегенге бүтіндей бір doğru кетті деп қойышады. Шындығында эле Мұхтар ағамның ақтан ойын сұнышы менен бүтіндей түрк ағамның бір doğru кетті атин дүйді.
Қазақ бабаларымыздың әділеттілік үшін хандан бектен қайрат тартпаған көп жас үнесті бойына сіңірген Мұхтар аға совет дәуірінен бері нандан кейін де атамекеннің тағдыры үшін Қаражанның қанжығаға байлап, шындықты шырқырата бетке айтып келген, алыс жақынға алысқа жақынға жақшымаған. Ұшырымда қолын тұтаға болса да мойын бермей, желтоқсан оқиғасы бойынша ашық пікірін жалғанбастан айтып тұрғаны есімізде. Өңін екі көшіндей тұрған қазақтың қысқа біздей күйген. Анын ақындықтан атылық үміт олар менен талалардың жаңғырындай түйіншелер. Байрықша оқу жазушы Шыңғыс Айтматовпенен ағынылық мәмілесі екі елдің бір туғаншылығын арттырууда өзгөз із қалдырғандығын өзгөчө қанаттануу менен белгилейдилер. Қадірлі қазақ болмыштар, зұлымына ушундай талантты ташчарга мекенчи кылуудан ажырап, қайғырып тұрған бір туған қазақ ағайындарға, ақындың жақындарына терең қайғыру менен көңіл айтамын. Белді бекем бұл қайратшылыңыздар, Қырғыз Республикасының президенті Садыр Нұрғожоевич Жапаров. Ағайын туғандар, жоғарыда президенті Садыр Нұрғожоевич айтқандай, шынында эле Мұхтар аға Қырғызстандағы атақты ұлтының бірі болып қалғанды. Ошондуктан Кыргызстандан калбайган чоң делегация келип, мына бүгүн ушул тажыга катышып отурабыз. Ағайын туған жат қазақ еліне көңіл айтабыз. Жақындары қайрат қылмыстар, ағамыздың жатқан жері жайлы топырағы тор болсын. Оны тапшырып рұқсат етіңіздер. Ақын Таршахан 87 жылдары КСРО жоғары кеңесінің депутаты болды. Сол депутат ол кезде бізде біраз депутат болады. Соның ішінде Мұхтар Шахан ерекше депутат болды. Ол желтоқсан көтерілісі туралы ең бірінші рет Кремльде айтып, өзінің соңына ерген әндерін қорғап қалды. Қазақ ұлтшылдығы дегенге қарсы сөйледі. Міне содан бері одан кейін мұқан біздің өзіміздің тәуелсіздік алған мемлекетіміздің мәжілісінің депутаты болды. Онда да өте керемет депутаттардың біреуі болса, сол Мұхтар Шахан еді. Қазір сөз кезегін Қазақстан парламент мәжілісінің депутаты, қоғам қайраткері, ақын, журналист Жанарбек Әшімжанға береміз. Ардақты әлеумет құрметті ұлт әдебиетінің жанкүйерлері, мәжіліс төрағасы Ерлан Жақанұлы шетелде сапарда жүруіне байланысты біз бір топ мәжіліс депутаттары Альберт Раб, Қазбек Иса, Айдос Сарын, Мақсат Толықбай, Ринат Зайып, Болат Керімбек арнайы делегация келіп отырмыз. Жаңа Америкаға айтып өтті, жоғары кеңестен кейін тәуелсіз Қазақстанның 3-ші шақырылым депутат ретінде өзінің ұстанымынан бір сәтте кейін шегінбеген ұлттық мұраттар жолында ақырына дейін таусыға дейін күрескен, тірескен қазақтың ұлы ақынына мәжіліс төрағасының көңіл хатын оқып беруге рұқсат етіңіздер. Ұлтына адал қызмет еткен бір туар тұлға, әйгілі ақын, мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстанның халық жазушысы Мұхтар Шахановтың дүниеден өтуіне байланысты отбасына, туған туыстарына және халқымызға орны толмас ауыр қайғыға ортақтасып көңіл айтамын. Бұл ұлт руханияты үшін ауыр қайғы Мұхтар Шаханов азаматтық үнімен, бірегей болмысымен, рухты шығармаларымен қазақ әдебиетіне қоғамдық ойға зор сілкініс әкеліп, мол жасалған айтулы ақын тұғырлы тұлға еді. Тарих тереңінен бастау алған, ұлттық рухпен суарылған жалынды жырларын, жүрек қылын тербейтін әсерлі әндерін жұртшылық жылы қабылдап, жатқа айтты, ерекше ықыласпен қабылдады. Тіл мен тіл, адалдық пен ар намыс, әділдік пен шындық, тарих пен тағылым секілді асыл құндылықтар негізгі өзегін құраған ақын туындылары қазыналы қазақ әдебиетіне қосылған зор үлес. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
Қарымды қаламгердің шығармашылығын, руханиятқа қосқан еңбегін жоғары бағалап, арнайы еңбек ері атағын берді. Ұлттық рухтың алдаспанына айналған асыл тұлғаның жарқын бейнесі халқымыздың жүрегінде мәңгі сақталып, салған із өшпес өнегесі жалғасын таба беретіні сөзсіз. Марқұмның жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошан. Ардақты әлеумет, алақандай Алатаудың бір қолтығында қасқасу дейтін ауылда бесігін тербеген. Мынау әлем әдебиеті қазақ сөз өнері дейтін орбитап алып шыққан космодромы бір мектеп қалыптастырды. Тек қана қаламмен, әдебиетпен ғана айналысқан жоқ, қоғамдық саяси кеңістікте де ұлы есім ретінде мәңгі ел халықтың жадында сақталады. Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасқан тұлғалары Шахановтың болмысына өзіне ұқсауға тырысты. Осы күндерде кейінгі буын кешегі алыптардың соңғы өкілі Мұхтар Шахановты жас буын кейінгі толқын мәңгі есінде сақтайды. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз толқа болсын, бақытты болыңыздар. Әр адамның өзінің туған жері болады. Шахановтың туған жері жаңа айтып отырар болса, оның рухани туған жері Алматы. Алматыда Шаханов болды. Алматыда халықтың Шахановы болды. Алматыда Шаханов латынға айналды. Bir сөзбен айтқанда, Алматы Шахановты қалыптастырды, өсірді, үлкен тұлғаға дейін жеткізді. Қазіргі сөзді Алматы қаласының әкімі Дархан Сатуалыға береміз. Саламатсыздар. Құрметті қайғы жиынға жиналған қауым, ардақты ағайын, өздеріңіз көріп отырсыздар. Осыдан бір апта алдын ғана біз Есмұхан ағамызды осындай қауым болып шығарып салған еді. Соңғы сапарда бүгінде өкінішке орай Мұхтар Шаханов ағамыздың да осындай жиын болып соңғы сапарға шығарып салып тұрмыз. Мұхтар Шаханов ағамыз қазақ руханиятының биігіне айналған, туған еліне аянбай еңбек еткен, ел тарихындағы ірі тұлға ретінде қалыптасқан еді. Ол елдік тілде тіл тағдыры ұрпақ қамы жолында аянбай еңбек етіп, қоғам қайраткер ретінде артында үлкен із қалдырды деп айтуға болады. Ағамыздың адами қасиеті, азаматтық ұстанымы, қайсарлық болмысы бүкіл халық үшін үлгі болды. Сондықтан да ағамыздың өнегелі өмірі, жалынды жырлары әрқашанда біздің жүрегімізде сақталып, ұрпақтан ұрпаққа жалғаса беретіні сөзсіз. Қазақстан еңбек ері, халық жазушы атанды. Көзі тірісінде елдің құрметіне бөленген ағамыз әрқашанда біздің жадымызда сақталады. Ол шын мәнінде уақыттан озған тұлға, ол ұлттың үні, биік рухтың символына айналған ағамыз еді. Өкінішке орай арамыздан осындай сыйлы азаматты ажал алып кетті. Бірақ амал қанша ағамызы болғаннан кейін біз сабырмен қараймыз. Алайда ағамыздың жарқын бейнесі, терең ойлары, асқақ рухы біздің тарихымызда таңбаланып қала береді. Қаламгердің артында қалған бай мұрасы, асыл сөздері, өшпес өнегесі біздің жүрегімізде сақтап қала береді. Ағамыздың рухы шат, жаны жәннатта, иманы саламат болсын. Рахмет. Мына қазақта бүкіл әлемге танымал ақындар көп емес. Ол
олжасты айтуға болады, шаханды айтуға болады, тағы да кейінгі жігіттерді айтуға болады. Бірақ ең көп аударылған, әлемге ең көп танылған бұл Мұхтар Шаханов. Шахан Қытайда да үлкен залдарда өлең оқыды басқаша. Жапон елінде де оқыды, Корея елінде де оқыды, Европаның түгел елінде өлең оқыды, Америкада өлең оқыды. Өзін мақтанып айтатын, менің өлеңдерімді Жапонның бір қызы 1 сағат айтып шықты. Тағы да сондай үлкен оқиғалардың басқасында ақын Шахан тұрады. Ендігі кезекті сөзді Мұхтар Шахановтың рухани інісі, қазақтың көрнекті ақыны, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткер Ұлықбек Есдәулетбергеніміз. Сіздер, ассалаумағалейкум. Ұлықбек Есдәулет. Қарап қауым. Мұхтар ағамыз менің өткені біз үшін бір талқылағандай әсерлеп жатыр. Жалғыз қазақ пен қырғыз елдері ғана емес, бүкіл түрік тілдес халықтардың барлығында бұл ақын жоқтың қайғының үстінде. Оған келіп түсіп жатқан толассыз көңіл айту хаттары куә. Бұған әлемнен алған көп сыйлық жүлделердің ішінде өзінің ерекше айтатыны түрік дүниесіне сіңірген еңбек үшін деген сыйлық еді. Ол шынында да түрік дүниесіне тартықсыз қызмет етіп кетті. Біздерге Анкарадан түрксойлар келіп түскен хаттар қазақ тілінде аударып қосып беріліп тұр. Ұлттың ұлылығын терең мәнін жаны мен қайсар рухын бойына сіңірген, ұлы бабаның дауысын әлемге жеткізген, ойлары оқырманының өзегін өртеген ақын өмірден өтті. Бірақ бір таза шындық бар, әлем өтсе де, ғалам жаңарса да, дәуір өзгерсе де ақын өлмейді. Ол ақынның сөзінің өмірінде мәңгілік өмір сүреді. Ақынның тазалығы мәңгілік тазалық. Білетіндермен түсінетіндер Мұхтар Шаханов шындықтың символы, ұлы бабаның қыраны, биіктіктің ұлы болу. Дәуір өтіп барады, ақымақтардың ғасыр келе жатыр деп емден жазғандай, әрбір сөзі, тынысы, ойы, көзқарасы дәуірдің қан тамырына айналған Мұхтар Шаханов жалған әлемнен кетіп, шындық әлеміне енді. Мұхтар ағамыз қазақтың жаны еді. Соңғы сөзіне дейін шындықпен өмір сүрді, шындықпен сөйледі, шындықтың жолында адамдардың әлемі айналды. Қырғыз халқын сүйетін және оған бар махаббаттарын айтпаған болса, ол Мұқан ағамыз сияқты болады. Бүгін біздің де туымыз төмен қарапты. Жанымыз жұмақта болсын Мұхтар аға. Сұлтан Рай Түрксой халықаралық бас хатшысы. Бұдан құрметті қауым, бұдан дүниеде оның бір дәуір қоса кеткеннен болады. Өйткені қауымның бұлауы ол тастың бұлауы емес. Оның өлікші ерекше. Оқылайған өлеңнің оны ешқашан толмас шығын, еш ақынға ұқсамайтын өлеңдер жазды. Қашан да өз жолымен жүрді. Ауызды кірілген деп, қайта оралған деп жүгірді. Аралды толтырам деп арбалысты. Жем болса шындырым ашты. Қоғамдағы кемшіліктермен айтасты. Тіл үшін тартысты, жер үшін жандасты, кеден одағына қарсы күресті. Бір адамның ғұмыры жетпейтін мылтықсыз майданның алғы шебінде мерт болды. Қайтпас қайсарлықпен жүріп, қайтпас сапарға аттанды. Қайраткерліктің үлгісі бола білді. Шындық пен әділдікті өмірдің кемін ғасырына айналдырған ақын. Қиямет
мынау Алматыға ақбоз атпен келіп еді. Енді өзі туған, өзі өскен, өзі қорғаған қайырханмен бірге отырарға ақбоз атпен қайтып бара жатыр. Мұқан білгенде Қарабүйдің жалғасы болады дейді. Ол Мұқанның емес, Қарабүйдің де туған еді. Енді ағамыздың қиямет қайымның киіп ұстауына қайырламай, жұмақтың жайлауын мәңгілік жайлаңыз, Мұхтар аға бақыт болыңыз деген біледі. Рахмет. Қадірлі ағайындар, қадірлі алматылықтар, қадірлі зиялы қауым. Біз Мұхаммен қоштасып, және қазір оны отырарға шағып саламыз. Осында Түркістан облысының әкімінің орынбасары Ертай Алтаев бастаған делегация келіп отыр. Інісі Сейітжан келіп отыр осында. Солар қазір Мұхамның мәйітін алып кетеді. Ұлы Мұхамды, кемеңгер Мұхамды әрине Алматы қимайды. Бірақ шешім осылай болды. Мұхам кетеді. Мұқа жатқан жерің жарық болсын. Қош Асыл аға, қадірлі ұстаз, қазақтың Мұхтар Шаханов. Осымен таралы жеңе жабылды. Қош бол дейміз Мұхтар аға. Қазір мен Түркістанға жерлеуге сол жаққа алып кетеді. Естідіңіздер. Болаға. Иә, туған жеріңе, отбасыңа. Халқың мәңгіге қоштассын. Қош бол Мұхтар аға. Жаныңыз жәннатта, иманыңыз жолдас болсын. Осымен тікелей эфирімді аяқтаймын.